Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фунчоза салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар осы редкі мен корейский салатын алып салып жатырмын. Болмаса сіздер бір морковты теркадан өткізіп салсаңыздар болады. Және огурцы, укроп, түрлі түсті перецтерді саласыздар. Және де көргенде чеснок саласыздар. Мен және де осы ұнтатылған перецті салдым. Бұл ашты бұрыш. Бұған үстіне тұз саламыз. Әдейі мен достар көріп тұрсыздар ма, перецтің жаңа редкінің үстіне салып жатырмын. Өйткені қазір мен ыстықтай сұйықмай құятын боламын. Өздеріңіз көргенде паприка салдым. Және де бір қасық чай қасықпен қант саламыз. Болмаса сіздер кристаллик салсаңыздар болады. Және де осы чим-чим деген, для корейского деген приправа бар. Осыны міндетті түрде салыңыздар. Өте дәмді болады, дәмі ерекше болады достар. Енді осы барлық ингредиенттің үстіне, әсіресе осы приправа салған жерге әбден қыздырылған сұйық майды құятын боламыз. Қараңыздар, қалай күшті келіп жатырғанын. Бұның иісі деген өте керемет. Осы чесноктың, әртүрлі приправалардың иісі мұрында жарады. Достар, осының барлығын жасап, араластырып көріңіздер, өте керемет шығады. Балаларыңызды, отбасыларыңызды барлығын қуантсаңыздар болады. Қараңыздар достар, өте керемет шықты. Иісі қандай, прям аппетитті ашады. Міндетті түрде жасаңыздар достар.